Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа пигуди тамағын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, дрож, жылы су, жылы сүт, азырақ сұйық май қажет. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Табамызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, 1 шай қасық тұз, азырақ сұйық май, 1 шай қасық дрожжымызды салып, артынан ұнымызды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп 1 сағат ашытуға қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгенше начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, капуста, картошка, құйрық май қажет. Заттарымызды турауды бастаймыз. Құйрық майымызды, картошкамызды, капустамызды, пиязымызды барлығын кубик етіп тураймыз. Туралған заттарымыз дайын, енді қуыруды бастаймыз. Қызып тұрған қазанымызға азырақ май құйып, құйрық майымызды салып, 2-3 минут жақсылап қызартып қуырамыз. Пиязымызды салып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Туралған картошкаларымызды салып, тағы да 3-4 минут қуырамыз. Капустамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, туралған укроп, қара бұрышымызды салып, жақсылап қозғап, бетін жауып, жарты сағат жай отта демдеп қоямыз. Ашқан қамырымызды табамыздан түсіріп, бәрін бір келке етіп бөлшектерге бөліп, домалақтап дайындап қоямыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып, ішіне 1,5 қасық салмамызды салып, өз қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Мен домалақ етіп түйдім. Түйілген қамырларымыз дайын. Манты қазанда 20-25 минут пісіреміз. Біздің тамағымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.